Бірінші есептің бірінші мысалы. Бөлшектерді көбейтетін кезде бірінші қараймыз, қысқартылатын сандар бар ма, жоқ па. Мына жерде бізде 4 пен 2 қысқартылады. Қысқарту деген екеуін де бірдей санға бөлу. Екеуі де 2-ке бөлінеді. 2-ні 2-ке бөлсек 1, 4-ті 2-ке бөлсек 2. Енді қалған сандарды көбейтуіміз керек. Яғни астындағы сандар бөлімі мен бөлімін 2-ке 3-ті көбейтсек 6, 1-ге 1-ді көбейтсек 1. Сонда 6-тан 1. Екінші есептің бірінші мысалы. Мына жерде біздің санымыз аралассаң, оны бұрыс бөлшекке айналдыруымыз керек. 4. 3 пен 4-ті көбейтеміз 12, 12-ге 1-ді қосамыз 13. Көбейту 8. 8-дің астында негізінде көрінбейтін 1 бар. Сонда біздің жай бөлшек сияқты формада тұр. Бізде қысқартуға болады 4 пен 8-ді. Екеуі де 4-ке қысқарады. Желательно максимально үлкен санға қысқартуға тырысуымыз керек. Мына жерде 1, мына жерде 2. Екеуінде 4-ке бөлгенде 1 қалады, мына жақтан 2 қалады. Енді мына жерге мән беретін болсақ, астынан 1 қалды бөлімінен. 13-ті 2-ке көбейтсек 26. Сонда 26-ны мынандай қалдырмаймыз, мынандай бөлшек болмайды ешқандай. 26-ны 1-ге бөлгенде 26. Келесі, екеуі де аралассан болса не істейміз дедік? Бұрыс бөлшекке айналдырамыз дедік. Тағы да бөліміндегі санды жазып аламыз, яғни астындағы санды 3. 2-ке 3-ті көбейтеміз 6, 6-ға 1-ді қосамыз 7. 3-тен 7 болды. Келесі 5-ті бөліміндегі жазып аламыз. 5-ке 1-ді көбейтеміз 5. 1-ді мына жердегі тұрған 1-ді қосамыз 6. Қысқаратын сандар тағы да мына жердегі сандар екен. 3 пен 6. Екеуі де 3-ке бөлінеді 1. 6-ны 3-ке бөлсек 2. Қалған сандары қысқармайды. Сондықтан оларды көбейтеміз. 1-ге 5-ті көбейтеміз 5. 7-ге 2-ні көбейтеміз 14. Енді бұл жерде бізде бұрыс бөлшек болып айналып қалды. Бұрыс бөлшекті я ондық бөлшекке айналдыру керек, немесе аралас санға айналдырып қойсақ болады. Мысалы, аралас санға айналдыратын болсақ, 14-тің ішінде 5 неше рет кездеседі? 2 рет кездеседі, 3 рет кездесе 15 болып кетер еді. Сондықтан 2 бүтін бөліміндегі 5-ті жазып тұрмын. Сонда 14-ті 5-ке бөлген кезде қалдық нешеден? 2-ден береміз, 4 қалдық қалады. Қалдығын жоғары жағына жазамыз. Сонда 2 бүтін 5-тен 4 шықты. Төртінші есептің бірінші мысалы. Бұл жерде көріп тұрғандай, тағы да біріншісі аралассан. 20-ны жазамыз. 8-ге 20-ны көбейтеміз 160, 9 болсам 169. Көбейту 13-тен 2. Мен алдында формула бергенмін. 13-тің квадраты деген сондай не бар еді. Не үшін 169-ды көргенде ол есімізге түсу керек еді, ол 13-тің квадраты екенін. 13 пен 169-ды қысқартамыз, яғни 13-ке бөлеміз, мына 1, мына жақтан 13. Тағы да басқа қысқаратын сан бар ма? Бар. 2 мен 20. 2-ке бөлеміз 1, 2-ке бөлеміз 10. Енді басқа сандар қысқартатын сан жоқ, қалған сандарды көбейтеміз. 10-ға 1-ді көбейтеміз 10, 13-ке 1-ді көбейтеміз 13. Енді 5-ші мысалдың тапсырманың 4-ші есебіне тоқталғым келіп тұр. Бұл жерде барлығы көбейту болғандықтан, мына жердегі жақшаны алып тастап жазса болады. Ал келесіде жақшаны алып тастап жазамыз. Сонда мына жердегі 12 мен мына 12-ні қысқартуға болады. Мына 13 пен мына 13-ті қысқартуға болады. Яғни 13 пен 13 бір-біріне қысқартады, 1 қалады мына жерлерде. Тағы да 10 мен 20-ны қысқартуға болады, мына жерде 2 қалады, мына жақта 1. 55 пен 11-ді қысқартуға болады, яғни 11-ге бөлінеді, екеуден жерде 1, мына жақта 5. Сонда барлығына жоғары жағына, яғни алымдарына қарасақ, 1 көбейту 1 ол 1. Төмендегілерге бөліміне қарасақ, 5-ке 2-ні көбейтеміз 10. Сонда 10-нан 1.